Қазір парковкада отқан ағамызға барамыз да, қолымызға блокнот ұстап алып пранк түсіреміз в общем. Ассалаумағалейкум аға. Қалқуаттарыңыз қалай, амансыздар ма? Саламатсыздар ма? Біз акиматтың қасынан келіп отыр едік. Акиматтың маңайынан келіп отқанбыз ғой. Тексерейін дегенбіз қазір халықаралық, мысалы осындай парковкаға машинаны қою деген сияқты ше. Ол абстрактный заңдарға санала ма, или қастың бір-біріне қосылып, жаңағындай құлақпен кіріп бойдалардағыдай бола ма, или жаңағындай машинаның трехслойный бронепленкасын бәрін төсеп сепкеннен кейінгі моменттерге сіздің неңізді тексерейін деп едік. Наличие одежды деген сияқты ше. Қандай өзіңізге киіп жүрген киім ұнай ма, андай соответствует етеді. Ренжімесеңіздер, отырып сөйлесе берейінші аға, иә? Сол ұнай ма өздеріңізге, или қалай вообще? Аха. Сүйіп киесіздер ма, или андай? Не болатын еді? Не болып жатыр, не жерде өзі? Мысалы болады ғой, машина теуіп келе жатқанда люкты ашасыз да, сосын задний бампер бар ғой, соны шамал багажникке қарай көтересіз да, фарын настраивать етіп қоясыз баллонға жақын қылып ше. И соны қалай сезесіздер деймін да? Машина қандай ыңғайлы, солай киінеміз ғой. Өзіңіз қай жақтікі боласыз? Абай аудан деп жазып қойын, не онда ақа? Сосын мынандай тоже келесі сұрағымыз бар. Мен оны бірақ ойланып алып сізге 2 күннен кейін хабарласайын да ол сұраққа, иә? Сосын ай ағатай, аддышай. Бәрде скрытый камера түсіріп жатыр ғой. Қазақта не бар ғой, мақал бар ғой. Өнер алды қызылтыр, мектепке барсаң өзің біл деген ше. Сол сияқты. Сол, бәріне сәлем айтып қойсыз. Жоқ, мына жерде. Сәлем. Брат. Давайте, аға. Душевный брат.